Сәлем достар, күнделікті екі жұмыртқа жеудің денсаулыққа қандай пайдасы бар екенін бірге білетін боламыз. Тауық жұмыртқасының пайдасы жөнінде үнемі айтылып жүр. Ал адам күнделікті екі жұмыртқа жегенде ағзасында қандай өзгеріс болатынын бірге білетін боламыз. Миды холиндер қорғап тұрады. Бастың ми жүйесінің байланысын зерттейтін фосфолипидтер холиндерден тұрады. Дәл осы дәруменнің ми құрылысына маңызды екені ғылыми дәлелденген. Адам екі жұмыртқа жегенде осы элемент толықтырылып отырады екен. Холиннің жеткіліксіздігі есте сақтау қабілетін төмендетеді. Келесі, адамның көз жанары лютеин арқылы сақталады. Жаңа зерттеулерге сәйкес жұмыртқада лютеиндердің көптігі анықталды. Лютеин көздің жақсы көруі мен нашар көруін зерттейді. Лютеиннің жеткіліксіздігінен көз жанары нашарлай бастайды. Және де Д дәрумені кальцийді толықтырады. Жұмыртқаның құрамындағы Д витамині адамның сүйегін қатайтып, тістің мықтылығын сақтайды. Ғалымдар жұмыртқа құрамындағы холестерин фосфатидтермен тең болғандықтан адамға зиянсыз екенін дәлелдеді. Ол ағзадағы холестериндерді жояды. Жұмыртқадағы омега-3 қышқылы бар, ол жүрек қан тамыр ауруларының алдын алады. Салмақтан арылтады. Америкалық ғалымдар жұмыртқа тағамының жеңіл диетасын пайдаланып, таңертең жұмыртқа жеп тұрса, адам 2 есе тез арықтайды. Жұмыртқа ағзада ұзақ жүріп, күні бойы тамақтанудан сақтайды. Және де онкологиялық аурулардың алдын алады. Миға әсер ететін холин онкологиялық ауруларға да қарсы күреседі. Сондықтан жұмыртқаны тұрақты жеп жүрген әйелдердің 18%-ның сүт безі қатерлігі ісігін азайған. Және де бала көтеруге өте пайдалы. В дәрумені жыныстық гормондарға әсер етеді. В9 дәрумені бала миының тез дамуына көмектеседі. Сондықтан В9 дәрумені бала көтеретін әйелдерге өте қажет. Бір жұмыртқада 7,0 мкг дәрумен бар. Нидерланды ғалымдары зерттей отырып, жұмыртқа жейтін 35-40 жас аралығындағы 87% әйелдердің терісін жазылып, қызыл дақтары кеткенін анықтады. Ал ерлердің көз айналасындағы майда әжімдері жойылған. Ал сіз жұмыртқаны жақсы көресіз бе? Немесе күніне неше жұмыртқа жейсіз? Төменге комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.